Санжар Боқаевтың ұсталғаны жайлы ақпараттарды естіп жатқан шығарсыздар. Маған да көп адам жазып жатыр. Неге бұл тақырыпты қозғамайсыз? Неге үнсіз отырсыз? Қорқасыз ба дейді. Мен ешкімнен қорыққан емеспін, қорықпаймын да. Бірақ мен хайп үшін емес, ақиқат үшін сөйлеймін. Сондықтан бұл жағдайға қатысты толыққанды журналистік зерттеу бастадым. Себебі бұл істе сұрақ өте көп. Мен куәгерлерді таптым. Маған хабарласқан Нұрсұлтан және Данияр есімді куәгерлер өздеріңізге белгілі әлеуметтік желіде шу шығарған Ахриддин Хамрақұловтың қасында болған азаматтар. Олар өз нұсқаларын айтты. Олардың пайымдауынша Балым тоғайындағы ағаштардың кесілуі кездейсоқ емес, бұл алдын ала ұйымдастырылған әрекет екен. Яғни ағаштар әдейі кестіріліп, кейін сол жер қылмыс орны ретінде көрсетіліпті. Бұл Данияр мен Нұрсұлтанның сөзі. Сосын Санжардың жаңа терек кесу туралы мәселесін білесіз ғой? Иә. Айтып бересіз осыны. Санжар Боқаев айтқан, осы балым ағашының ішінен ағаш кесу керек. Тапсырма берген ғой? Иә, тапсырма берген. Ертең тағы да заңсыз болып орнып қалып жүрмейік деген кезде тоже айтты, ештеңе болмайды, уайымдама. Бәрі жақсы болады, өзі жабады, бірдеңе болса деді. Қай ағаштарды кестіңіздер, айтыңызшы? Мына ағашты, мынаның бәрін Ахриддин кескен, құлатқан ағаш. Маған тек мынаны былай бүйтіп 1 сантиметр белгі тастап кетті деді. Белгі тастап кетті де? Аха, кесілді деген. Ана ағаш бар. Мына ағаштардың бәрін Ахриддин кесті. Мынау бар. Мына ағашты сіз кестіңіз бе? Мыналарға салған мен. Сіз қай ағашты кестіңіз? Мен мыналарды араладым, бір қолды қара мен. Маған бұйрық берді, осы жерде жаралап кету керек. Бірақ көріп қойдыңыз ғой, сіз кескен ағаш сол видеодағы ағаштар екен, не? Қайдан көрдіңіз? Кімнен көрдіңіз? Ана блогер Санжар Боқаевтың айтқанын көрдім. Мына талдарды кесіп жатыр екен, заңсыз кесіп жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деп. Оны мен жаңа Ахриддинге звондадым, не болып отыр мына жақта ертең? Ой, саған қатысы жоқ, ол басқа әңгіме деді. Соны мен қой. Енді сіздің ағашыңыз ғой, соны білдіңіз. Енді білгенде сол ағаш болып тұр ғой. Таңғалдым, Ахриддинге сұрап едім, не еді, сенің қатысың ол жақта жоқ деді. Мен бұл тақырыппен тоқтамаймын. Жақын күндері Боқаевтың плитка мәселесіне қатысты видеосына да жеке талдау жасаймын. Сондықтан бұл істің ақиқаты әлі толық ашылған жоқ. Мені бақылап отырыңыздар, және естеріңізде болсын, жылтырағанның бәрі алтын емес. Бүгін Санжар Боқаевқа қатысты пост шығарған болатынбыз. Шыны керек, мен Санжарға қатысты журналистік зерттеу барысында оқиғаның осылай 180 градусқа айналып кететінін ойламадым. Маған хабарласқан екі куәгер осы іс үшін 2 жылдан сұрау алған. Данияр мырза да Нұрсұлтан деген азамат. Данияр мырза жаңағы ағашты барып кескен, Нұрсұлтан соларды тасыған. Ертең бұйыртса плиткаға қатысты тағы бір пост шығарамыз, сол жақта да зерттеу жасадық. Негізі мен де таңғалдым. Бұл жердегі мақсат, біреулер айтады Санжарға тапсырма берген дейді. Біреулер айтады контент үшін жасаған дейді. Бірақ контент үшін жасайтындай кішкентай бала емес қой деген ой түйдім. Естеріңізде болсын, жылтырағанның бәрі алтын емес. Түсінемін, маған хайт жазып жатсыздар, бірақ мен тек қана зерттеу жасадым. Сіздерге көрсеттім, әлде көрсетем, және де ақиқатты барынша айтуға тырысамын. Адам өлтіргенге 7 жыл, 8 жыл беріп жатыр да. 9 жыл бір соққы берген үшін ол өте дұрыс емес. Алматылық Қанат Шорабаев есімді азамат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 194 бабы, яғни бопсалау бабы бойынша 9 жыл 10 айға сотталды. Алайда Қанаттың әпкесі Айнагүл өзінің інісінің кінәсіздігіне толыққанды сенімді. Қанат бопсалаған жоқ оны. Бір Қытай азаматы Сун деген сұрапты. Мені осылай Қытайдан көшіп келген Каукен Улан деген ақшамды бермей жүр. 200 мың юань деп, 30 мың доллар екен. Соны бермей жүр, соны барып сұрап беріңдерші деп толық адресіне шейін берсе, бұлар барып Ақкенттен сол Уланмен жолығып сөйлесіп тұрған кезде ана Сералы деген өзі бір күйзеліске түсіп жүрген кез екен, ұрып қойыпты, қабырғасы сынып қапты. Содан Улан арыз жазып жеріпті. адам өлтіргенге 7 жыл, 8 жыл беріп жатыр да. 9 жыл бір соққы берген үшін ол жаңағы соққы бергенде де құлап сынып, ауыр болып жатып қалған жоқ, жүр, шауып жүр, жүгіріп жүр. Содан енді мына 8 ай СИЗОда міне жатыр, қаншама ауырды, бұл бауырым ауырады өзі, бұрыннан психически ауырады, учетта тұр.
СИЗОда жатып 3-4 рет осылай давлениясы 180-ге дейін барып қатты құлап ауырған екен. Оған ол жақта жатуға болмайды деп айтқан едім. Бірақ онда ештеңкесіне қарамастан судья Уайданов деген 9 жыл 6 ай срок беріп қойды. Қанат Шорабаевтың жанында Серғали Серал деген азамат та болған. Серғалиде Қазақстан Республикасының жаңа 194 бап бопсалау бойынша 9 жылға сотталыпты. Бірақ менің қасымда Серғалидің ағасы Нұрғазы мырза тұр. Нұрғазы мырза да өзінің інісінің кінәсіздігіне сенімді. Інімнің кінәсіз екеніне толық сенімдімін, өйткені ол енді тура осы бапқа сәйкес келетін, ол мен білмеймін 194 деген бапты. Бұл енді өте әділетсіз берілген деп ойлаймын. Адам өлтіргенге 7 жыл 8 жыл беріп жатыр да. 9 жыл бір соққы берген үшін ол жаңағы соққы бергенде де құлап сынып ауыр болып жатып қалған жоқ. Жүр, шауып жүр, жүгіріп жүр. Мысалға да. Қалай деймін мен, осыны түсінбеймін мен. Біреуді өлтірсе, егер қаруы болса қолында, ондай болмаған менің інімде. Шорабаев Қанат ондайға бармаған, ұрмаған. Ол жай ғана ақшаны неге қайтармайсың деген. Айнагүл ханым, сіздің қолыңызда справка тұр екен. Бұл справка состоит на диспансерном учете дейді. ПХВ Центр психического здоровья города Алматы дейді. Шынымен де сот осы құжаттарға мүлдем назар аудармаған екен. Десе де жақын арада апелляция болады. Біз апелляцияға міндетті түрде келеміз, қатысамыз, және де бұл істі біз жіті бақылауда ұстайтын боламыз. Әділетхан бауырларын қамаққа алды деп жатыр ғой. Бүгін эфирға кіргем 4-5 сағат бұрын, сол кезде айтып отқам, бұл система ол беспощадный, и скорее всего Әділетханды қамайтын шығар деп жаңа бір жігіттер жіберіпті сторисін, сондағы көмекшілерін айтып отқан. Әділетханды полиция департаменті алып кетті деп. Скорее всего айтатын шығар, қоя қой дейді шығар, системаға қарсы шықпай ақ қойды. Таза келіп біздің Қазақстанда беспредел болып жатыр. Жаңа ғана Алматыдан хабарласып жатыр маған, мен Астанадамын. Мен өзім туған інім, өзім бауырым, заңгер Молдахан Әділетханды Алматы қаласының полиция департаменті қамауға алыпты. Не үшін заңсыз түрде сендер үйтіп қамай саласыңдар? Не барлық нәрсе ойын шықпай не сендерге не? Бұл жақта мен әділдікті талап етем. Ертеңгі күні өтіріктен мойнына іліп жіберіп бір статьяны, жаңағы өзінің видеолары бар ғой, соған қатысты мынандай нәрсе жасалған дегендей, олай болмайды. Біздің елде не көшіп кету керек па не? Осы видеоны мен сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа және ішкі істер министрі Ержан Саденов мырзаға жолдайтын, мына беспредел тоқтату керек. Мені інімді босатыңыздар. Ол бар шындықты айтқанын, преступниктердің барлығын, соның барлықтарын әшкерлегеніне кінәлі ма не ол? Бүгінде еліміздегі заң мен әділдіктің қалай аяғасы болып жатқанын көбісі, яғни басына іс түскен адам жақсы біліп отыр. Мен 3 жылдан бері Алматы қаласы мемлекеттік мекемелерінің, мемлекеттік қызметкерлерінің, яғни медицина саласының, білім саласының қызметкерлерінің, нотариустердің, адвокаттардың заңсыз әрекеттерімен күресіп келе жатырмын. Бүгінгі күнде бұлардың көбісінің былықтары ашылып тұр. Соның ішінде жекеше нотариус Зинаида ханның заңсыз әрекеттері жетерлік. Біріншіден, бұл нотариус мұрагерлік істі заңсыз параллель ашып, енеске қайтыс болған адамның ЖСН номерін, туған жылын, туған жерін қате енгізген. Бұл жүйедегі автоматты бұғаттауда айналып өтіп, қос іс ашу үшін жасалған қылмыстық сипаттағы әрекет. Екіншіден, 21 жылы ашылған осы заңсыз істі 2,5 жылдан аса уақыт өзінің өндірісінде ұстап, 2024 жылы заңды нотариус Раисованың сұратуымен ресми түрде жіберген. Бір қызығы, Раисова 21 жылы нотариаттар палатасына басқа ашылған істің бар жоғын сұрату үшін 2 рет хат жолдаған кезде нотариаттар палатасы екеуінде де жоқ деп жауап берген. Сонымен қатар нотариаттық іс-әрекеттер жасау қағидатының 97 бабын өрескел бұзған. Үшіншіден, осы іс материалдарын үшінші тұлғаға, яғни Бабаковаға заңсыз берген. Заңды түрде прокурордың немесе соттың сұратуымен беру керек еді. Төртіншіден, осы заңсыз әрекеттердің кесірінен Ақтөбе сотында жасанды мүліктік дау туындап,
менің құқығым бұзылды. Қазіргі таңда әділет департаменті менің құқығымды қорғау үшін нотариаттар палатасын сотқа беріп, сот жүріп жатыр. Одан бөлек Алматы қаласы әділет департаментінің басшысы Ернар Ақселеуұлына осы фактілердің барлығын негізге ала отырып, нотариус Инаида ханның үстінен толық қайта тексеріс жүргізіп, осы іске қатысы барлардың барлығын заң алдында жауапқа тартуын талап етемін. Мен әділдікке жетпей тоқтамаймын. Мақсатым заңның бар екенін дәлелдеу, сатқындарды сабасына түсіру. Себебі бұл істе ұйымдасқан қылмыстық топ бар деген үлкен күдігім бар.